Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 691 есепті шығаратын боламыз. Осындай сызықсыз баламыз. Бізде оның 5-тен бірі бос екен, ал оның 5-тен 4 онда сүт бар екен. 5-тен 4ті 4-тен 3-ке көбейтіп бос ыдысты табамыз, яғни екінші бос ыдысты. Сонда мына жердегі 4 пен 4-ті қысқартамыз. Сонда 5-тен 3х болады. Бұл бізде бос ыдыс екен. 3х бөлу 5. Енді 5-тен 1-ге қосамыз 5-тен 3х-ті. Сонда 5-тен 4х болады. Бұл бізде босатылған ыдыс екен. Сонда бізде жауабы 5-тен 4х босатылған ыдыс. Амна 5-тен х бұл сүт қалған ыдыс. Сонда жауабы бізде 4х бөлу 5.